Үндістанның көптеген аудандарында жыланның қарғысы, кобраның қарғысы дегенге әлі күнге дейін сенеді. Егер бұл рептилияны ренжітсе, немесе оған дұрыс емес құрмет жасаса, ол сол ренжіткен адам мен бүкіл ұрпағына кедейшілік пен бақытсыздық, өлім, ауру, бедеулік әкеледі деп сенеді. Міне, жыланмен дұрыс емес қарым-қатынас жасаса, осындай жағдай болуы мүмкін. Бір қарағанда, бұл жай ырым, немесе ескі дәстүр секілді көрінеді. Бірақ Үндістанда ер адам әйелінен жалыққаны соншалықты, одан құтылу үшін ұйықтап жатқан әйеліне кобра жіберіп, оны шақтырып, өлтірмекші болған. Және бұл жағдайда жыланның қарғысы деп жылы жауып қоймақшы болды. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Жыл сайын Үндістанда жылан шаққаннан 50 мыңнан аса адам қайтыс болады екен. Олардың ішінде ең ұлысы король кобрасы. Жыланмен улау ол жақта жиі кездесе бермейді. Бірақ біздің бүгінгі кейіпкеріміздің оқиғасы Үндістандағы ең танымал оқиғалардың біріне айналды. Үндістанда есеп бойынша үйлену өте кең таралған. Яғни, ата-анасының таңдауы бойынша болашақ жас жұбайлар үйленіп жатады. Бұндай кезде көп жағдайлар есепке алынады. Байлығы, туысқандары, бауырларының саны деген секілді. 2011 жылы жүргізілген мәліметтер бойынша Индияда 73% 18 пен 25 жас аралығындағы жастар ата-анасының тапқан жұптарымен отбасы құрғанды қолдайды екен. Мұндай есеппен жар табу да оңай емес. Ата-аналары жақсы жарды табу үшін айлап, жылдап іздейді екен. Тіпті неке қию орталықтарына барып та жар іздейтін көрінеді. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз 28 жастағы Сурадж де бай отбасыдан шықпады. Әкесі рикшаның жүргізушісі, анасы жұмыссыз үйде болды. Ол кішкентай кезінен бай болуды армандады. Кумар банк қызметкері болып жұмыс істеді, және бай болудың жалғыз жолы ауқатты адамның қызына үйлену ғана еді. Ол осылайша тиімді қалыңдық іздеуге кірісті. Үндістанда қыз беріп отқан отбасы күйеу балаға қалың мал беру керек, және қалың мал сомасы қыздың отбасының жағдайына байланысты өсе береді. Мысалы, кедей аудандарда тұратын адамдар бірнеше бас мал береді. Көбінесе ақшалай, алтын, бұйым ретінде беріп жатады. 25 жастағы Утхраның ата-анасы қызына жақсы жар іздеп жүрген болатын. Қыз өте сұлу болды, және ауқатты отбасынан шықты. Бірақ қыздың ақыл есі кішкене баланыкіндей болатын. Ата-анасы танысу агенттігіне қызы туралы қызының ерекше екенін жасырмай айтты. Олар қызына қамқор болатын күйеуді іздеді. Утхраның ата-анасы Кумар есімді жігіттің оның қыздарына үйленуге келіскенін естігенде өте қатты қуанды. Және ол отбасында жалғыз ғана бала болатын. Кумар қыздың ата-анасының алдында өте жақсы көрінді. Жігіт қызға тез үйленгісі келді. Оның айтуы бойынша, оған Утхра өте қатты ұнаған. Қыздың ата-анасы бұған қуанып, тез арада той жасады. Күйеу балаға қалың мал ретінде 700 грамм алтын берді. Бұл теңгемен шаққанда 19 миллион теңге, және көлік пен 400 мың рупи, 2 миллион теңге қолма-қол берді. Ал ұлдың ата-анасы тойға еш нәрсе берген жоқ. Себебі енді қыз олардың үйінде бір шаңырақта тұрып, бір нанды бөлісіп жейді. Утхраның ата-анасы, егер олар қаншалықты көп дүние берсе, қыздың жағдайы күйеуінің үйінде соншалықты жақсы болады деп сенді. Бірақ олар қателесті. Қыз күйеуінің үйіне барғаннан кейін барлық жұмыс мойнына ілінді. Утхра ерекше болғандықтан
ол кейде үй жұмысын дұрыс істемей жатты. Мысалы, ақ киімдер мен қара киімдерді араластырып жуып қойды. Бірақ Удхра үй жұмысын барынша жақсы істеуге тырысты. Кумар мен оның ата-анасының шыдамдары таусылып бітті. Олар қызды болмашы сатқа жазалай бастады. Мысалы, қыз отбасымен бірге тамақ ішпеді. Ол бөлек бөлмеде тамақтанатын. Қыздың ата-анасы жиі қонаққа барып тұратын. Бірақ қыз ата-анасына ешқашан шағым айтпаған. Қызының жағдайын көрген әкесі күйеу баласына қызына түсіністікпен қарасын деп ай сайын 10.000 рупи ақша төлеп тұрды. 1 жылдан кейін жұптан дені сау бала туылды. Бірақ Кумар қызды ұнатпады. Оның күлгеннің өзі Кумардың ашуын туғызды. Ол осылайша әйелінен құтылудың жолын іздей бастады. Бір күні ол жұмысынан үйіне қайтып келе жатқан кезде жолда өліп жатқан жыланды көрді. Сол кезде ол әйелін жыланмен өлтіру керек деген ойға келді. Сөйтіп ол жылан саудагеріне жүгінді. Айтпақшы, мұндай қызмет Үндістанда заңсыз болып табылады. Бастапқыда Кумар Растелдің жыланын сатып алды. Оның шағуы адамдар үшін өлімге әкелетін. Бір күні Кумар ұйықтататын дәрілерді таңертең әйелінің тамағына араластырып берді. Ал ол ұйықтап жатқан кезде жыланды әкеліп шақтырды. Оның әйелі өлім алдында тұрды. Бірақ 52 күннен кейін емделіп ауруханадан шықты. Содан кейін Сураджа екінші әрекетіне көшті. Ауруханадан кейін таңертең үйде демалып жатқанда ол тағы да Удхраның шырынына ұйықтататын дәрілерді қосты. Содан кейін ол кобраны аяғына лақтырды. Бірақ ол 2 рет қайта айналып секіріп, бөлменің бұрышына соқтығысты. Содан кейін Кумар кобраны мойнынан ұстап алып, әйелді тістеткізді. Удхра 2 сағат ішінде қайтыс болды. Тергеу мәліметтері бойынша Кумарда жұбайын өлтіру үшін 2 емес 3 әрекет болған. Тек соңғы рет ол мұны сәтті жасады. Бастапқыда ер адам өз кінәсін жоққа шығарды. Бірақ полиция бәрін растаған жылан сатушымен байланысқа шықты. Сондай-ақ бұл әрекетті марқұмның жұбайының интернеттен іздеген тарихы да дәлелдеді. Онда ол кобра туралы көп оқыған. Сураджа Кумар әйелін өлтірген үшін жазадан құтылып кетуіне болатын еді. Үндістанда кобра шабуылдары жиі кездеседі. Сондықтан жүрегі ауырған жұбайы полицияға болған жайтты айтқан кезде оған алдымен полиция айтқан сөзіне сенді. Бірақ қыздың туысқандарының күдігінен кейін полиция егжей-тегжейлі зерттеу арқылы жазатайым оқиғаның артында Сураджа тұрғанын анықтады. Ер адам әйелдің бай мұрасын иеленіп, өмірлік серігін мүмкіндігінше жер астына тапсырғысы келген. Жалпы тергеу 1 жылға созылды. Және тергеу барысында өлтірушіге 2 жыланды да алуға көмектескен адамды тұтқындауға мүмкіндік туды. Сот шешімі бойынша Сураджа 2 рет өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Сонымен бірге қайтыс болған қыздың отбасына 500.000 рупи айыппұл төлеуге міндеттелді. Жалпы Үндістанда әйелдің артынан келген жасауын, байлығын, мұрасын алғаннан кейін олардың өлуі өте жиі кездеседі екен. Бұны сәйкессіздік деп айту өте қиын. Бұл туралы сіздердің ойларыңыз қалай? Комментарийда бөлісе отырыңыздар. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.